Дейші бұқама? Бұл не қалжың? Шегім түйіліп қалмаса болғаны? Көрдің бе, жылқылардың әдемі сирағы билеуге арналған. Бұқалардың сирағы қысқар ебедесіз. Маған қаға. Барда шницеліңді жеп бозарған соғым неме. Жарайды, Лупе, оларды күшін. Алып, ебедейсіз бұқа қалай билесін? Менің жігітімнің биіне қараңдар. Я, тамаша болды. Осыны би дейсің бе? Ха, найн. Би деген лай болады. Үшеуі біреуге қарсы әділетсіздік қой. Лупе, әуенді қос. Ал менің бейіме не дейсіңдер, ақымақ жылқылар? Ерте қуанбай қой, Розбиф. Мынаған қара. Оларды жек көрем. Думандатар сәт туды. Маған қараңдар. Яңа дұрыстап қарасақ, шейі суас. Кімде суас деді? Сап билемейсіңдер ме? Қалдым. Біз жарадық, жігіттер. Тамаша, керемет. Біз бұқамыз. Аттар, қанетайыңдар. Биді бізге қалдырыңдар. Ауфидерсейн. Неге бұлай бұрын істемегенбіз? Ана есектерді бір сілкіп алдық ава. Мен дәл бұлай күлмеппін. Туғалы. Макина, сен күліп тұрсың ба? Осында кен ғой. Күлкі деген. Қасапханада езулеріңді жия алмай қалмаңдар. Сендерге сол жер лайық. Жоқ. Бұл жерден қашып кетуге болады. Жай бұқа болғаның үшін таяқтамайтын, қасапханаға жібермейтін керемет жерлер бар. Ол жақ сондай керемет болса, неге осында қайтарды? Ферд, сені неге кері қайтарды? Өйткені сен бұқасың. Өзгешемін дейсің, бірақ олай емес. Жалғыз ғана амал, алаңда матадорды жеңу. Мен дәл солай істеймін. Ал сендер, бейшілер, билей беріңдер. Ертең жеңімпаздың көлігімен мен кетем. Оны тыңдамаңдар, жігіттер. Оны күшін, біз бұқамыз. Біздің орнымыз осында. Кешір, Ферд, жаттығуың керек. Сен де сөйт.